Мәскеудің батыс Украинаға жасаған шабуылы кезінде түнде Польшаның шығысына құлаған зымыран ресейлік қанатты зымыран болуы мүмкін деді Польша премьер-министрі Дональд Туск. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. Зымыран Польшаның шығысындағы Люблин қаласының маңына құлап жарылған және артында ені 10 метрлік шұңқыр қалдырған. Полицияның мәлімдемесіне сәйкес 2 шақырым жерде тұратын жергілікті тұрғындар жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 4 шамасында үйлерінің терезелерін шайқаған, жарылыс дауысын естігендерін айтқан. Польша билігі зардап шеккендер туралы бірден хабарлаған жоқ. Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибига бұл зымыран Ресейдің Украинаға жасаған ауқымды соққысының бөлігі болғанын, шабуылға 74 зымыран мен жүздеген дрондар тартылғанын айтты. Европалық кеңес төрағасы Антонио Кошта Польшаның әуе кеңістігі мен территориясының бұзылуын айыптап, Ресейді бүкіл құрлыққа төнген қауіп деп атады.